Так, бүгін жұмыста Highlander 2002 толық родной краскада екен. ПДР жұмыстары бар. И 2 алды арты бампер боялады. Так, решеткада момент. Жалпы көліктің жағдайы керемет екен. Жаңа көрдім барлық жерін. Сіздерге де көрсетіп жатырмын. Алда бұйырса осы көлікті сатып, басқа бір жұмыстары бар екен мына жігіттің. Соны көріп жатыр. Жалпы сіздерге де көрсетіп кетейін. Мүмкін бір кісілер Highlander іздеп жүрген болса, мынау әдемі вариант екен. Енді родной краскада Highlander қалмады ау. Бар болса да аз дейсің ғой. Так, міне мына жерде мынандай кішкене краскасы ұшқан екен. Шірік емес, краскасы тұрылып кеткен ғой. Соның бәрін тампонт етіп, так, мына жағында не бар? Вмятинағасы көрсетем. Сонда получается мына артқы бампер. Мына жерінде мынандай боялады. Кузовын боямау керек. Так, мына жерде міне не бар? Ямка. Былай бірдеңе сырған ау. Бұйырса осыны шығару керек, мына есікті шығару керек. Мына жерде бір зайчик бар. Осыны ПДР. Әдемілеп тампонт етіп, толық полировкасын беріп, көлікті ала берсе, есіне тапсыруымыз керек. Осындай көлік. Так, ішіне алған жоқпыз. Іші бұлай да таза екен өзі. Андроидтармен бәрімен дайын. В общем, сол сырлайтын, жылтырататын жұмыстар ғой біздікі. Осындай Highlander. Бұлай қарағасаң бір особо қатты жұмыс жоқ, бірақ ана ПДР-мен біраз отыру керек. Өйткені бұл жылғы көліктердің сүйегі, темірі қазіргі көліктерден кішкене қалыңдау. Кеттік, бастайық. Все, Highlander грунтовкамен тұр. Ол бізде артқы и алды бампер боялады ғой. Так, ПДР покраскадан кейін көлік кеуіп полировкасын күтіп тұрған кезде жасай береміз деген ойдамыз. Так, бізде қазір акцент кеп тұр ПДР-ға және Estima полировка стекол. Бұйыртса қазір мына көлікті шығарайын, қайсын тез бітем, сол көлікті гаражға кіргізуім керек. Так, Estimаны кіргізіп алдым, жігіттер. Так, лобовой оригинал, бірақ мынандай көрініп тұрған сызықтар. Бұл күндіз күні қатты көрінбесе, түнде встречный машинаның фарасы түсіп, нашар болады. Бұл жігіт бізге бұрын бір Qualis па, Mark-2-сын жасатқан. Сонымен бүгін міне басқа екінші көлігінде алып кепті. Ойлап тұрмын, мына фарасында қосымша подарок ретінде полировка жасап бере салу керек қой деймін. Машинасы четко екен. Бірақ фарасы сәл вид құрып тұрды андай. Енді фара деген машинаның көзі ғой мысалы. Адамның көзі де бір түрлі болса бір басқаша боласың ғой деген сияқты да. Так, содан соң мына сызық. Бұл енді ішінен обшивкаларын шешіп кіріп көреміз енді мынаған қалай болады екен. Іштен жасап көрмеппін, постоянно сырттан жасаймын ғой мен. Мынау ғой. Көрейік. Үйренейік, қол үйретейік деген сияқты. Так, мынадан кейін бұйыртса бізде акцент бар ПДР-ға и Highlander-ды кеште бояп кетуіміз керек деген өзімде бір ой болып тұр. Иншалла көреміз. Так, мына сызық. Так, қалай көрсетіп жүрсем болады екен. Жалпы не көрініп тұр ғой міне. Осындай. Толық терезе алдын лобовой полировка. Акценттің ПДР-ын бастады. Мен Estimаның полировка стеклосын біттім. Клиент сол түнде көрінбейді. Сызықтар дворниктан деген. Алай берсе қазір новый жасап қойдық. Мына жерде бір скол бар. Оған қатты жақындатқан жоқ, өйткені терезе қызады, сызық үлкейіп кетуі мүмкін. Жалпы сол. Так, мына боковойда бір моменттер бар еді сызылған. Олардың бәрі
кетті. Жалпы осындай жұмыс. Кімде сызықтары бар, дворникта хабарласамыз, жасап береміз иншалла. Так, қосымша айтқанымдай фараларын полировка жасап жібердік. Біраз түрін аштық. Балықтың өзінде өтті дейсің ғой. Все, иесіне тапсырамыз. Жігіттер, бәрін түсіріп үлгермей жатыр негізі. Акцент ПДР бітті, түспей қалды. Так, бір хончий зазор келді, ол бітті. Так, содан кейінше бір 40 келді, камера кеше билет. Бәрін тапсырып жатырмыз. Енді бір лайфхак болсын менден. Так, мынау бізде клей сияқты бірдеңе. Оңай кетпейді. Стараться етуге болады, тряпкамен отырып. Бірақ бетін сызып тастауға көптеген нелер бар. Так, ол кезде аш шеті коқ. Сары губкамен, қатты жесткий емес. Сонымен нан алып тастауға болады. Оңай. Так, бұл қай жерде тағы да қолданады. Мысалға лобовой ауыстырдыңыздар, скотчтап жіберді. Скотчты алып тастадым 1-2 күннен кейін, клей қалды. Шкурт етпей, осымен жай ғана полировать етсе кетеді. Және де крылодағы битумдарды осы паста алады. Так, мына жағын болып келе жатырмын. Енді мына жерде осындай нәрсе бар екен, клей сияқты. Қазір осымен алам, результатты потом бірге тамашалаймыз. Бұл тез кетеді негізі. Осындай результат болды, жігіттер. Жаңа клейін алдым. Мына жерде кішкене тас деген жер бар екен, мына жерге краскан тампон тік кете салу керек қой. Жалпы сондай нәрселер скотч, анау-манау клей болатын болса, аш шетімен алуға болады. Бірақ қатты қыздырып алмай, мына кантиктерінде абайлап полировка жасау керек. Өйткені мына пастада риск көп, пастаны красканы бетін жонып кетуге. Жалпы сол. Жалғастырамыз. Ал, жігіттер, машина кетті. Шәке бауырға ассалаумалейкум. Қалай жағдай, жақсысың ба? Өскемен жігіттері, Абайский облыс. Машинаны оформить етіп бердік. Көлік қалай? Айтшы. Әдемі ма? Өзіңе беріп тұр екен, е? Ал, жолдарың болсын. Жақсы, рахмет. Машинасын тапсырдық, номерлерін салдық. Алла бұйырса, Өскемен Семейде жүретін болады иншалла. Все, жігіттер, Мазданы жаңа иесіне тапсырып келіп, мына көліктің полировкасын бастап біттім. Көлік тапсыруға дайын. Енді бірін-сарың терезесін тазалау, дөңгелегін тазалау, чернені жағу деген жұмыстар ғана қалды. Бүгін енді клиент келем дегенше кеш болып кетеді. Ертең клиентқа тапсырамыз. Жалпы кузовын біттім. Жігіттер сұрайды, полировка кузов қанша деп. Жігіттер, мен айтайын дегенім, бізде профессиональный полировка емес. Сол үшін де мен алмаймын. Мына көлік исключение болды. Так, бой алған алды арты бампер. Түсі әдемі келген сияқты. Осы кезекте. Так, капотта тас деген жерлері бар еді. Соның бәрін тампонмен ұрып шықтық. Бетін жауып. Кузов осындай болып тұр. Мен енді бәрі профессионал емеспін ғой. Полировка кузовтанша. Әңгіме жоқ, терезе болса әкеліңдер, жасап берейін. Ал бұлай кузовқа онша алуға жоқпын. Крышадағы сияқты жаңағыдай скол болды, клей болды, солардың бәрін алып шықтым. Кузов осындай болып тұр. Жалпы мына көліктің жағдайы керемет екен жігіттер. Енді родной краскада мынау өзі бар болған 3-ші ме, 4-ші хозяин екен мына клиент жігіт. Біздің подписчик қой, көлігі әдемі. Мына гараждың ішінде де оталған кезде де тұра береді. Өйткені катализаторлар орнында екен. Угармен проблема жоқ. Еще легендарный 1MZ мотор тұр. Жалпы Хайландер осы поколение керемет. Так, мына жерде бір дефекттер болған. Мына жерде міне кішкене көзге түсетіні бар. Тампон еттік оны. Так, артқы бампердің покраскасы осы. Жалпы артқы паналарды қоса полировка жасадық. Енді бұйырса мына терезесі қалды. Дөңгелектеріне чернені жағып, алла бұйырса ертең клиентке тапсыруымыз керек. Так, мына жерде бізде ПДР жұмыстар болды. Так, мына кантигінде қатты жер екен, клеймен шықпады.
Так, бұл жерде де бұрын краска ұшқан еді, оны да тампонт етіп қойдық. Так, сосын мына жерде бір зайчик болатын. Осы есігінде. Оны да Асекең алып тастады. Жалпы жұмыс осы. Так, осындай жұмыс керек болатын болса, Асекең номері қалды ғой описаниеда, хабарласасыздар. Сосын мына жігітпен де өткенде сөйлескем. Үй алып жатыр едім дейді, осы көлікті сатам дейді. Бұл жігіттің контактын описаниеда тастап кетем. Егер қызық болса, көресіздер өздеріңіз звондап, бағасын саудаласып деген сияқты. Жалпы кузов толық в родне, лобовой оригинал, катализатор орында. Ал жаңа бұл көлікте берсін. Бірақ менің бұл жерде түк қатысым жоқ. Менің жұмысым аяқталды. Ал қалай шықты? Комментарийға жазамыз. Так, мынандай мини куперде өткенде кеп қалды. Алдында кішігірім осындай жұмыстары бар екен. Бампер дискол, капотта бұрын трещина болған деген сияқты. Ол мини куперде бұйыртса жасап жатырмыз. Так, мына жерде Camry 20. Бұл жерде установка билет. Так, асты туманкаларға LED жалғанды. Мынаның енді рефлениесін алып, билет салып береміз керек. Қазір параларын көрсетіп жіберейін. Так, жұмыс барысы кетіп жатыр. Бізде де болады анандай форс-мажорный обстоятельстволар. Так, фен істемей қалады ғой. Мына стеклосын алайын десек. Жігіттер фенға кетті. Так, мына рефлениесі бар. Мынаның бәрін полировкамен ішінен жону керек. Әйтпесе билет дұрыс түспейді. Екі фарасы да осындай. Бұны да билет қоямыз. Билет керек болса, тоже Асекең номеріне хабарласа бересіздер ғой. Все, болды. Рефлениесін алып, билетін салдық. 2,5 дюйм. Углдарын бәрін жөндеп, көлік выдачаға дайын. Билет керек болса, Асекең номері описаниеда бар. Хабарласамыз. Достар, Аллах қалауымен машиндар кетіп жатыр и келіп жатыр. Сондай бір көлік Toyota Corolla 150-лік. Дорис толық покрасқаға келді. Фара тазалау, туманка ауыстыру деген жұмыстар осы көлікте бар. Енді хозяинның сұрауы бойынша. Түсі өңіп кеткен көп жері. Ол капотта, және де зайчиктар, көптеген зазорлары келмейтін жер деген сияқты. Осындай Corolla. До видео сүріп қояйық. Біздің подписчик ағамыздың көлігі екен. Артқы зазорлар, артқы крыломен достаспай тұрған жерлері бар. Жаңбырдың астында қалды. Негізі жалпы бар жұмыстар. Көзімді. Мына жаны более-менее дұрыс. Так, багажик зазор келмейді. Дұрыс ашылып жауылмайды. Так, артқы бамперлерде краска ұшқан. Так, сосын мына артқы крыло. Так, мына жерде жаңбыр болып дұрыс көрінбей тұр. Жалпы мінекей жарылып тұрған жерлері бар. Содан соң мына жерде порог. Порог бұрын ауысықты ма екен? Или осындай удардан сондай болды ма екен? Жалпы осылайына болып тұр. Так, артқы проем жартылай боялады. Өйткені мына нәрселердің бәрі жамалуы тиіс. Так, мына жерде де шығып тұр екен ғой даже. О, отлично. Жалпы осындай. Толық покрас өзінің түсіне нитроға боялады. Лак әдеттегідей навол қолданамыз. Так, мына жақтан отражениеден қарайықты қалай болып тұр екен. Көрініп тұр ғой артқы есік пен артқы крыло біраз шаршағаны. Жалпы осындай көлік алынды. Мен кеше барып материалдарын алып келдім. Қазір оларын да түсіріп жіберейін. Так, әдеттегідей Бауыржаннан барып алдым. Так, кореялық краска нитро деген осы 2 литр. Және ол XMS қолданылатын болады. Және разбавительді алдым.
Жалпы керек дүниенің бәрін кеше алып келдім. Жалпы көлік осы. Так, салонына қарай біз кірмейміз, химчистка нәрсе жоқ. Жаңағыдай терезесі ашып жаппайды дегені бар. Салон цветтерін қарау керек. Сондай майда шүйде спискісін ағамыз жазып қойған екен. Алла бұйырса бүгін бастаймыз. Қалай көрек шығатын бірге тамашалаймыз. Енді осы серияға сыйса әрине жақсы. Болмаса келесі серияда финиші болып қалар. Короланың біраз деген жеріне кеп қалдық, Алла бұйырса. Оны келесі роликте көрсетеміз. Мен бүгін Ащыбұлақ ауылдық округына келдім. Ол жерде менің досым Асқар Әшкөн Nissan Sunny десем көпшілік түсінеді. Сол жігітпен бір-екі сұрағым бар. Алда бұйыртса сұхбат болады. Асқармен өзіме бір қызық контентке көлік жинағым келіп жүр. Оны алда Асқармен бірге ақылдасып сөйлесіп отқан жерін көреміз. Достар, менің келуім себебі де бұл Асқарға сіздермен қазір таныстырам. Алда қызықты проекттер күтіп тұр. Біраз машинаны ренжіткен көлік қой, былай айтқанда. Бұл машинаның алдын ол Мерседестер көрген жоқ. Міне көріп отыр видеода дейсіз. Жинайым деген бір мақсат болды ма, немесе бір спонтанно жасалып кетті ме бұл машина. Халыққа қызық, маған да қызық. Мысалға бетонкаға шығасың, енді уличный гонка дейміз ғой. Енді орысша айтсам айып етпеңіздер. Енді бір жалпылама тілде айтқаным ғой. Содан ақшаға бастесесіңдер. Ал жалпы Асқар өткен жылдары Сокол тректе жарыстың. Ол жерде жарысқа қатысу үшін первоначальный взностары бар ма или қалай? Менің келген себебім бүгінде мысалға менде бір кішігірім өзімде бір ойым бар. Бір ескілеу көлік жинау. Менде енді екі вариант болып тұр. Оның бірісі Toyota Carina E, екіншісі Nissan Primera, ондағы шанақтағы көлікті жинау. Не деп айтсам шатаспаймын, енді осы жігіт сол көлікті жинаған. Мен өзім былай ойлаймын да, Ақылбек, бұл Қазақстандағы емес, бұл осы дүние жүзіндегі осындай ғана проект осы да ғой деймін. Бұдан жылдам жүретін Санялар бар шығар, енді көп қой. Бірақ енді бұл 3-5 мотормен жалғыз машина деп ойлаймын ше осы. Иә. Менде ғана бар сияқты. Жалпы қанша миллионмен қазір шығындалды деп ойлайсың? Мысалға ана номердің өзін қарап тұрмын, мен 1 миллион теңге тұрады. Керемет сұхбат болды. Алла бұйырса, оны келесі роликте көресіздер. Подкастта келесі біздің бастайын деп жатқан үлкен проектіміз бар. Алла бұйырса, сол жерде көресіздер. Біз көлік қарап жүрміз жігіттер, сатылымда жағдайы жақсы сақталған көліктер болатын болса, біздің жұмыс WhatsApp нөмірімізге хабарласыңыздар. Және де Асекеңнің нөмірінде төменде белгілеп кеттім. Ол PDF тағы да бір майда шүйде жұмыстарыңыз болса. Ал бүгінгі ролик осымен аяқталып жатыр. Келесі серияға дейін аман жүріңіздер. Біз сіздермен біргеміз. Ассалаумағалейкум. Аман бол халқым.